Брэндон Грин аз уақыттың ішінде жұмыссыз жігіттен шутер индустриясының жұлдызына айналған дизайнер, фотограф, PlayerUnknown's Battlegrounds ойынының авторы. Грин 1976 жылы Ирландияның Баллишанон қаласында дүниеге келген. Оның балалық шағы Кара Кэмп әскери қаласында өткен. Сол себепті Брэндон әскери симуляторларға қызығып өскен. Бастапқыда Брэндон жұмыссыздыққа байланысты жәрдемақы алатын. Әлеуметтік жұмысшылар оған компьютерге тегін ойын жасағаныңды қойып, жұмысқа орналас, әйтпесе бір тиынды алмайсың деп ұрысқан. PUBG әуесқой мод ретінде басталған. Брэндон PlayerUnknown никнейммен Arma 2 шутерінің Days модына өзіндік мод жасаған. Бұл ойын режимі Battle Royale деп аталып кеткен. Sony Greenнің идеясына қызығушылық танытып, Брэндонды H1Z1 King of the Kill ойынына консультант ретінде шақырды. Гриннің Days Battle Royale'ді жасауына Касюн Такамидің Королевская битва кітабы мен экранизациясы ықпал еткен. Сонымен қатар Брэндон Голодный игры фильмінен де шабыт алған. Тіпті ойындағы барлық қару-жарақты кинодағыдай картаның орталығына орналастырмақ болған. Кейіннен ол бұл ойдан бас тартты. Грин идеясының әлеуетін көрген корейлік Bluehole компаниясы оны жаңа ойын жасауға шақырды. Осылайша Брэндон жетекші гейм дизайнер ретінде PUBG-ді жасауды бастап кетті. 2017 жылы 23 наурызда PUBG Steam'нің ерте сатылымында пайда болды. Алғашқы 7 айда ойынның 13 миллион көшірмесі сатылды. Ал бір уақыттағы онлайн ойыншылардың саны 2 миллионнан асып, PUBG Steam'дегі ең танымал ойындардың біріне айналды. Ойынның толық нұсқасы 2017 жылдың 21 желтоқсанында шықты. 2018 жылдың 18 наурызында PUBG-дің iOS және Android-ға арналған мобильдік нұсқалары шықты. Азияда, оның ішінде Қытайда, PUBG Mobile танымалдылық жағынан рекордтарға жетті. 2019 жылы Брэндон әрі қарай PUBG-ді дамытумен айналыспайтындығын хабарлады. Ол PUBG Corp-тың Амстердамдағы PUBG Special Projects бөліміне ауысты. Гриндон жаңа технологияларды зерттеп, ойынның басқа түрлерін жасаумен айналысады. Дегенмен ол PUBG-дің шығармашылық консультанты болып қала береді. Брэндон Амстердамнан үй сатып алып, уақытын тыныштықта ойын ойнаумен өткізгісі келетінін айтқан екен.